Қағбаның ішінде не бар? Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алланың атымен бастаймыз. Қағба куб формасында келген ешбір зәулім сарай мен үйлер тең келмейтін, тарихта ауыз толтырып айтарлықтай орны бар ежелгі ғимарат. Қағбаға дүниенің әр бұрышындағы мұсылмандар күніне 5 мәрте жүзін бұру үшін намазға жығылады. Осылайша жалғасып келе жатқанына Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманынан бері шамамен 1400 жыл өтті. Қағба араб тілінен сөзбе-сөз аударғанда құрметтелген, ұлы, үлкен жер деген мағынаны береді. Алғашқы кезде қағбаны кіруге және шығуға арналған 2 есігі, сонымен қоса терезесі бар еді. Қазіргі қағба ешқандай терезесі жоқ, тек бір есігі ғана бар. Бұлай 2 есікті болуын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қалаған екен. Бұған дәлел Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам былай дегенін естіген. Қағбаның дуалын көтерер едім, тағы да 2 есік істеп қояр едім, бірінен кіріп, екіншісінен шығу үшін деген екен. Ибн аз-Зубайр: қазір мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай етіп істей аламын, және мен адамдардың сөз пікірлерінен қорықпаймын деп, жоғарыда айтылғандай қағбаны Ибрахим алейхиссалам пайғамбар салғандай етіп қайта салды. Қағба шатырының астына 3 тіреу қойып, 2 есік қойдырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалағандай, біреуі шығыс, екіншісі батыс жағында болды. Алтын өрнектермен әшекейленген қара түсті қағбаға көзіміз әбден үйренген. Алайда оны қара түспен жабу дәстүрі тек аббатистер кезінде келіпті. Оған дейін қағба әр түрлі түсте болған. Соның ішінде жасыл, қызыл және ақ түсті болыпты. Қағба Мекке қаласындағы жазықтың ең төмен нүктесінде орналасқандықтан нөсер жаңбыр кезінде жиі су астында қалатын болған. Тіпті бірнеше күн бойы қаратасты жартылай су басып тұрған кездері де болыпты. Алайда бұл қажылық етушілерді еш тоқтатпаған екен. Олар тастың айналасында жүзіп жүріпті. Қазіргі кезде заманауи кәріз жүйелері салынып, жаңбыр суы толық бақылауға алынып, қағбаны су алу қаупі жоқ. Алла елшісі қағбаның кілтін өзіне алып қалудың орнына Бәни Шайба әулетінен шыққан Оспан ибн Талхаға ұсынады. Бұл әулет көптеген жылдар бойы қағбаның қорғаушысы болып келеді. Қазіргі күнге дейін халифтар, сұлтандар мен патшалар сияқты жоғары лауазымды тұлғалар қағбаға кіру үшін бұл кішкентай меккелік жанұядан рұқсат сұрайды. Көп адамдар қағбаның ішін көргісі келеді, ал оның ішінде болған адамдардың сипаттамаларының рас өтірігі белгісіз. Қазіргі таңда қағба үш жағынан мәрмәрмен, жоғарғы қабырғалар жасыл шұғамен қапталған. Тақтайшаларда барлық ел билеген басшылар мен оның қайта тұрғызылуына ат салысқан тұлғалардың есімдері жазылған. Тек бір адам ғана қағбаның ішіне кірген кезде оны телефонның камерасына түсіріп алып, интернет желісіне салған. Ол жерге қарасақ, қағбаның қабырғалары мен едені ақ мәрмәрден жасалғанын көруге болады. Ішінде 2 тіреу бар, кейбіреулері 3 тіреу барын айтады. Заттар қою үшін бір стол бар, төбесіне 2 шам орнатылған. Электр жарығы жоқ. Қабырға мен еден мрамордан жасалған. Терезелер жоқ. Жоғарғы және ішкі қабырғалар шахада жазылған маталармен қапталғанын көруге болады. Жалпы қағба 12 рет қайта жөндеуден өткен. Соңғы жөндеуі 1996 жылы мамыр-қазан айларында болды. Жөндеу кезінде қағбаның тастарынан басқа барлық жерлерін өзгертті. Шатырын, тіреуіштерін, есігін, маталарын, барлық жерін. Қағба туралы тың ақпаратқа қанық болсаңыздар, келесі жазбам қара тас туралы болмақ. Мені жоғалтып алмас үшін подписка жасаңыз.